Алла тағала әйелдердің табиғатына 3 түрлі қан көруді жазған. Олар хайз, нифас және истихада қандары. Хайз сөзі араб тілінде ағу деген мағынаны береді. Хайз, яғни теккір, балиғат жасқа толған әйел адамға белгілі мерзімде келетін қан. Бұл қан жүкті болған кезде немесе ауру себебінен келетін қаннан бөлек. Хайз кезінде әйелге намаз, ораза секілді ғибадаттарды орындауға болмайды. Хайздың шарттары: балиғатқа толу. Балиғат жасына толмай жатып көрген қан хайзға жатпайды. Қан жатырдан ағу қажет. Тамырдан шыққан қан хайз қанына жатпайды. Босанғанда шыққан қан хайз қанына жатпайды. Хайз қанның алдында нисабут тухр болу. Тухр араб тілінде тазалық, ал нисаб мөлшер деген мағынаны береді. Сонда нисабут тухр тіркесі қазақ тілінде тазалық мөлшері деген мағына береді. Яғни хайз қаны келерден бұрын кем дегенде 15 күн таза болу керек. Осы мерзімде фақихтер нибасут тухр деп атайды. Истихада қаны да нисабут тухрға жатады. Хайз мерзімі кем дегенде 3 күн жалғасуы қажет. Хайз қаны қара, қызыл, сары және топырақ түстес болып келуі мүмкін. Тухр шариғат бойынша 2 хайз арасындағы таза уақыт тухр деп аталады. Хайз тоқтағаннан кейін жатырға қойған мақта таза шыққанда тухрдың мерзімі басталды деп есептеледі. Осы уақыттан бастап әйел ғұсыл алып, намаз оқуға және ораза ұстауға кіріседі. Тухрдың ең аз мерзімі 15 күн. Осы мерзім ішінде әйелге қан келетін болса, ол хайз қан емес, истихада деп есептелінеді. Негізі тухр ұзақтығының шегі жоқ. Кейбір әйелдерде бірнеше ай, тіпті бірнеше жыл бойы хайз болмауы және кейбір әйелдерде тухр ақ су болып шығуы мүмкін. Нифас. Нифас сөзі араб тілінде босану деген мағынаны береді. Шариғатта босанғаннан кейін келетін қанды нифас қаны деп атайды. Аяғы ауыр болғаннан бастап босанғанға дейін келетін қан истихадаға жатады. Ондай кезде дәрет алып, намаз оқиды, ораза ұстайды. Нифастың ең көп мерзімі ханафи мазхабында 40 күн, ал ең аз мөлшері жоқ. Умму Салама, Алла оған разы болсын, нифас әйелдер Аллах елшісінің, оған Алланың игілік мен сәлемі болсын, заманында 40 күн отыратын деген. 40 күннен асқаннан кейін қан тоқтамаса, жуынып, нифас кезінде тыйым салынған барлық ғибадаттарды орындай беру қажет. Ал егер әйел адамда нифас қаны 40 күннен ерте бітсе, ол ғұсыл құйынып, намазын оқып, оразасын ұстайды. Истихада, үзір қаны. Истихада сөзі араб тілінде ағудың жалғасуы немесе үзілмеуі деген мағынаны береді. Шариғат бойынша истихада қанның хайз және нифас кезінен басқа уақыттарда келуі, яғни қанның мезгілсіз келуі. Ол көбінесе ауру себебінен болып, құрсақтан емес, тамырдан ағады. Истихадаға қатысты үкімдер. Бірінші, егер 9 жасқа, яғни балиғатқа толмаған қызға қан келсе, ол истихада деп саналады. Екінші, егер балиғатқа толған қызға 3 күннен асқан келіп, сосын тоқтап қалса, ол да истихада деп есептелінеді. Үшінші, егер қанның келуі 10 күннен асып кетсе, оны истихада деп атайды. Төртінші, тухр кезінде келген қан истихада деп есептелінеді. Бесінші, хайыздан тазалану ниетімен 1 рет ғұсыл құйынады. Алтыншы, әр намазға дәрет алынады. Жетінші, истихада кезінде жыныстық қатынас жасауға рұқсат етіледі. Сегізінші, истихада келген әйелге таза кездегі әйелге парыз болған ғибадаттардың барлығы парыз, және таза әйелге рұқсат етілетін амалдардың барлығы оған рұқсат етіледі. Хайз және нифас кезінде орындауға тыйым салынатын амалдар. Намаз оқу. Барша ғұлама хайз және нифас кезінде әйел адамға намаз оқуға болмайды деген. Хайз келген әйелге парыз, уәжіп және кез келген намаз түрін, тилауат сәждесін, жаназа намазында оқуға болмайды. Айша, Аллах оған разы болсын, Аллахтың елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Фатима бинт Абу Хубайшқа, егер хайз келсе, намазды таста деді деген. Хайз және нифас кезінде оқылмаған намаздардың қазасы өтелмейді. Ораза ұстау. Хайз және нифас кезінде оразаның кез келген парыз болсын, нәпіл болсын, ешқандай түрін тұтуға болмайды. Хайз кезінде жіберіп алған парыз оразаның қазасын басқа күндері өтейді. Құран оқу.
Хайыз, нифас және жүніп адамға Құран оқуға болмайды. Ибн Омар, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, хайызы келген және жүніп болған Құраннан еш нәрсе оқымасын деді деген. Бірақ Құранды дұға ниетімен оқуға және бір істі бисмилламен бастауға болады. Құран кітабын ұстау. Хайыз, нифас кезінде адамның дәреті болмайды, ал Құранды дәретсіз ұстауға тыйым салынған. Мешітте отыру. Айша, Аллах оған разы болсын, Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мен мешітті хайызға және жүніпке халал етпеймін деді деген. Тек мешіт арқылы өтуге, зәру кезде кіруге ғана рұқсат етіледі. Қағбаны тауап ету. Айша, Аллах оған разы болсын, қажылық кезінде хайыз болып қалғанда, Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Бұл Аллахтың адамның қыздарына жазған ісі, қажу дейтін амалдарды орында, тек үйге, қағбаға тауап жасама деген. Жыныстық қатынасқа түсу. Алла тағала, Мұхаммед, олар сенен хайыз жайлы сұрайды. Оларға ол жиренішті нәрсе, хайыз кезінде әйелден аулақ болыңдар және тазаланғанға дейін оларға жақындамаңдар деп айт деген. Осы аят түскен кезде Аллах елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жақындасудан басқаның бәрін істей беріңдер деген. Хайыз және нифасқа қатысты үкімдер. Хайыз келгеннен бастап жас қыз балиғат жасына жетті деп есептелінеді. Сол кезден бастап оған намаз оқу, тағы басқа барлық ғибадаттарды орындау міндеті жүктеледі. Хайыз және нифас мерзімі біткеннен кейін ғұсыл алу парыз, етек кірі және нифасы тоқтағаннан бастап әйел адамға намаз оқу парыз етіледі. Егер түнде хайызы және нифасы тоқтап, таң атқаннан кейін күн батқанғаша ғұсыл алмастан ораза ұстаса, оразасы дұрыс саналады. Тек намазды жіберіп алған үшін күнәһар болады. Егер хайызы әдеттен ерте бітсе, ғұсыл алып намазын оқу керек. Бірақ жыныстық қатынас жасауға болмайды. Себебі етек кір қайта келуі мүмкін. Хайыз және нифастан кейін ғұсыл алу жүніптіктен ғұсыл алумен бірдей. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.